Ешкімнен ештеңе дәметпе. Өкпе реніштің жақсы емес екенін қазір бәрі біледі. Бірақ пенде болған соң бәріміз де қапа боламыз, ренжиміз. Дінімізде 3 күннен артық ренжуге болмайды делінеді. Ол өкпе реніштің соңын кекшілдікке, ерегіске, жанжалға, жауыздық пен дұшпандыққа ұластырмай, керісінше сондай жамандықтың алдын алудан туса керек. Бірінші болып кешірім сұрау адамның кішіпейіл, мейірімді, адамгершілігі мол екенін көрсетеді. Ал өлсем де кешірмеспін деп ант су ішу тәкаппарлықтың белгісі. Дегенмен жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Бәріміздің үлкенді-кішілі бір ренішіміз болады. Тірі адам болған соң ештеңені көңілге алмай, мүлдем ренжімей жүру мүмкін де емес. Ал сол жанды қинаған, жүректі зілзатпан боп тұрған ренішті қалай жеңеміз? Ең алдымен реніштің бар екенін мойындау керек. Бұл басты шарты. Көп адам ренжімедім, еш реніш жоқ деп тек ауызбен айтады да шын мәнінде көңілінің түкпірінде кек сақтап тұрады. Сол себепті өзіңізді алдамаңыз, шындықтың бетіне тура қарап үйреніңіз. Я, мен өкпелімін деп мойындаңыз. Өкпе реніш қайдан туады? Өкпе реніш айналамыздағы адамдарды өз ойымызда сызып алған бір шеңберге өреміз жеткен қалыпқа салып өлшегеннен шығады. Әр адамға бір образ жасап алып, оның бойында болуға тиіс қасиеттер мен мінездерді, ол орындауға тиіс міндеттерді миымызға жазып қоямыз. Мысалы, ең жақын адам анаңыз сіздің көзіңізбен, сіздің білгеніңізбен қандай болуға тиіс екенін іштей түйіп аласыз. Кейде анаңыз ол сіздің мидағы образға сай болмай жатса, іштей реніш басталады. Тағы бір мысал, бала тәрбиесі. Көп ата-ана баласының ақылды, тіл алғыш, мейірімді, кітап оқуға құмар, зерек, алғыр болғанын қалайды. Санасында балаға қатысты талаптарының тізімін түсіп алады. Сосын баласы кітапқа емес смартфонға құмар болса, сабақты тек 5-пен оқи алмай жатса, жұмсаған кезде орнынан ұшып тұрмаса, яғни ата-анасының бала туралы образына, ойдағы талаптарына сай болмаса, әке-шешеде бәрібір іштей реніш туады, баласына көңілі толмай тұрады. Күйеу, дос, бала, әке, бауыр, әріптес бәрін осындай мидағы қалыпқа түсіріп аламыз. Олардың киім мінездері мен іс-әрекеті көңіліңізден шықпай жатса, аспан төңкеріліп жерге түскендей күй кешесіз. Ашуланасыз, ренжисіз, кек сақтайсыз. Басқалардың бойынан көргіңіз келетін қасиеттер мен қабілеттердің тізімін ойша жасамауды үйреніңіз. Адамды өз болмысымен танып білу маңызды, оны сол күйінде қабылдау қажет. Бәрі біз ойлағандай, біз қалағандай болуы шарт емес. Әр адам жеке тұлға, бөлек әлем. Әркімнің өз бетінше шешім шығаруға, қалағанын істеуге, тіпті қателік жасауға да құқығы бар. Сіздің ойыңыздағы образға сай келуге, тек сіздің күткен үдеден шығуға ешкім міндетті емес. Кез келген адамды Алла жаратқан болмысымен, жақсылы-жаманды мінезімен, өзіне тән кемшіліктерімен қабылдай білу керек. Осыны түсінген адам естілікке қадам басады. Сонда орынсыз өкпе нала болмайды. Бұл бір. Реніштің пайда болуының екінші себебі біреуден бірдеңе күту. Айталық, туған күніңізде күйеуіңізден ерекше бір сый күттіңіз, бірақ ол мүлдем басқа нәрсе сыйлады. Күткеніңіз орындалмады. Содан жатып кеп тулайсыз. Сырқаттанып қалдыңыз делік. Құрбыңыз халіңізді сұрап дәрі-дәрмек әкеп береді деп ойладыңыз. Ол хабарласқан да жоқ. Ал сіз өкпелеп қалдыңыз, себебі құрбыңыз ойыңыздан шықпады. Осындай, ол осылай істеу керек еді, ол былай айту керек еді деген сияқты өзіңіздің ойдан жасап алатын жоспарларыңыз бен күткен үміттеріңіздің кесірінен өкпе ренішке бой алдырасыз. Бұдан шығатын қорытынды ешкімнен ештеңені күтпеуді үйрену. Бұл өте маңызды. Көңіл түкпірінде әлденеден дәметіп тұрсаңыз, сол қалауыңызды, тілегіңізді ашық айтып үйреніңіз. Үшінші, кей адамдардың өзінің ересек екенін ұмытып, үнемі бала кейпіне еніп кете беруі. Бала көп нәрсені түсінбегендіктен, үлкендер қалаған жасамаған кезде өкпелеп, жылап, жер тепкілеп шыға келеді ғой.
Баланың мұндай әрекетіне түсінікпен қараймыз, себебі оның әлі ақылы тоспаған. Ал енді қит етсе бала сияқты өкпелеп шыға келетін үлкендерге не деуге болады? Өкінішке қарай жасы ұлғайса да мінезі мен кей іс-әрекеті бала позициясында қалып қоятын ересектер болады. Оған салсаң, бәрі соның айтқанымен жүруі керек, қалағанын жасауы керек, көңілінен шығуы керек. Олай болмаса, бұртиып, қабағын түйіп өкпелеп шыға келеді. Жарына, баласына, ағайын-бауырға, көрші-қолаңға, қызметтес әріптеске, қала берді, қоғамға, өкіметке, елге, бір сөзбен айтқанда бәріне ренжиді. Неге маған үйтпейді, неге маған бүйтпейді деп өзінен басқаның бәрін кінәлайды. Өміріңізде бірдеңе дұрыс болмай жатса, ойлағаныңыз іске аспай жатса, бала-шағаңыздың көңіліңізден шықпай жатса, тұрмысыңыз төмен болса, ажырассаңыз. Жалпы өмірде адамның басына түсуі мүмкін қандай да бір қиындыққа кез болсаңыз, кінәні сырттан іздемеңіз. Өміріңізге тек өзіңіз ғана жауаптысыз. Ешкім сізге ештеңе міндетті емес. Кез келген реніш жүрекке салмақ, миға артық жүк. Ал жүгі ауыр адамның өмірде өз орнын тауып, мақсатқа жетуі қиындай түседі. Өкпе, реніш берекені қашырады. Пайғамбарымыздың хадисінде де бұл жөнінде кімде-кім ризық несібенің мол және өмірінің ұзақ болуын қаласа, туыстарымен қарым-қатынасын үзбесін деп айтылған екен. Демек, ағайын-бауырға, туған-туысқа өкпелеудің жөні жоқ. Қазақ туысы бірдің уысы бір деп бекер айтпаса керек. Тағы бір ақиқат, өзіне, өміріне көңілі толмайтын адамның айналасына көңілі толуы екіталай. Ардақты пайғамбарымыздың хадисінде былай дейді: адамдарға алғыс айта алмаған адам Аллаға шүкір ете алмайды. Рахмет айтуды және кешірім сұрауды үйренуге ешқашан кеш емес. Кей адамдар өкпелеу арқылы қалағаныма жете аламын деген түсінікпен өмір сүреді. Өзі соған сенеді. Жыласам, мінез көрсетсем, өкпелесем, ренжісем, болды, бәрі мен ойлағандай болады деп ойлау қате. Бір қызығы, әдетте адам өзіне қатысты дүниеге ренжиді екен. Мәселен, біреу сізді жалқау деп соған ренжіп қалдыңыз делік. Демек, іштей өзіңіздің еріншек екеніңізді біліп мойындап тұрсыз. Мұндай сын немесе сөздің қатысы болмаса, оған назар аудармас едіңіз. Әр адам өзінің кемшін тұстарын іштей жақсы біледі. Ал соны біреу бетіне басса, өкпелеп қалады. Құрбан кейпіндегі адамдар да бәріне өкпелегіш келеді. Олар мені аяса екен деп тұрады. Аяушылық арқылы басқалардың махаббатын оятамын, өзіме назар аудартамын деп ойлайды. Ойындағыдай болмай жатса, өкпелеуге дайын тұрады. Қаперіңізде болсын, адамдар мені аяса екен деп ойлаған сайын аяушылық жағдайына түсе беретін боласыз. Шешім, реніштен арылуды шын қалаған адам одан арылады. Өйткені кешіру, ұмыту, кек сақтамау тікелей өз қолыңызда. Біреуді кешіру, өкпе, реніштен арылу қолыңыздан келмей жатса, Алладан сұраңыз: Аллахым, жүрегімдегі дерттерден оңай, жеңіл аюғымды нәсіп етші. Жүрегімдегі ренішті алып тасташы. Мені ренжіткен адамдарды кешіру үшін маған күш берші. Мені де, оларды да кешірші. Аумин деген дұға бар екенін біле жүріңіз. Сосын адамның өзіне емес, бір қылығына, әдетіне, әрекетіне, не сөзіне ренжитініңізді түсініңіз. Біреудің белгілі бір кемшілігіне ренжісеңіз, ол кемшілік өз бойыңыздан да табылуы мүмкін екенін ойлап қойыңыз. Санасы жоғары адам орынсыз ренжімейді, ұсақ-түйек нәрсеге бола кек сақтамайды. Ренжіген күнде де әр өкпе ренішіне саналы түрде талдау жасап, сабақ алып, өзін тәрбиелей түседі. Әр қайсысымыз осындай саналы адамдардың қатарынан болуға лайықпыз. Өміріңізде өкпеге орын болмасын. Бірақ ол санада пайда болған сезімдерді ішке жұта бер деген сөз емес. Кейде шыны керек жанымызға жақын қымбат жанды өкпелетіп, алмас үшін айтқымыз келген нәрсені айта алмай іштен тынатынымыз бар. Өзгені ренжітіп алудан қорқу да адамға тән сезім. Алайда жан дүниеміздегі сезімдер мекені түпсіз емес. Бүкіл айтылмай қалған реніш ішке жиналып, бір күні бұрқ етіп жанартаудай атылуы мүмкін.
Сол себепті көңілде кірбің сақтамай, өкпе ренішті сол мезетінде айтқан дұрыс. Бірақ ұрыс-керіссіз, дауыс көтермей, адамның жанына тиетін ауыр сөздерді қолданбай, балағаттамай, дұрыс сөздермен жеткізе білу маңызды. Әр адам өзінің қатесін дер кезінде түсініп, кешірім сұрауды үйренсе, өкпе реніш әлдеқайда аз болар еді. Есіңізде болсын, адам өзінде не бар болса, соны бөліседі. Ішінде не болса, соны сыртқа шығарады. Біреу сіздің жаныңызды жараласа, демек оның іші де алай-дүлей, құйын, ауыр мұң, жаны екі есе жаралы деген сөз. Осылай ойлаңыз да кешіріммен қараңыз, өкпелемеуге тырысыңыз. Имам Ғазалидің Ихияу Улумиддин кітабында айтылған бір парасатты сөз бар. Кімде-кім Алладан емес адамдардан дәмеленсе, ол өзіне кедейліктің 70 есігін ашады.